көп жағдайларда енді зерттеушілер, соның ішінде дін әлеуметтанушыларының зерттеулері бар. Солардың нәтижесіне қараған кезде, психологтар бар, солардың да айтып отырған қорытындыларына қараған кезде, өзінің рухани құндылықтарына кішкене кенжелеп өскен сондай азаматтар тез түсіп қалатын көрінеді. Себебі олар құндылық іздейтін көрінеді. Екіншіден, көп жағдайларда мынау біздің ұлттық тілімізде сусындамаған азаматтардың көп түсіп қалу үрдістері көбейеді. Өйткені жаңағы бұл теріс ағым өкілдеріне арналған кітаптар бар, жалпы орталық Азияға, соның ішінде бұрынғы СНГ, ТМД елдеріне арналған болғандықтан олар көбінесе орыс тілінде жазылады. Ал орыс тілінде жазылған идеологиялы орыс тілінде жазған кітаптарды сол орыс тілінде жетік меңгерген азаматтар көбірек оқуға тырысады. Содан кейін жалпы отбасылық жағдайында да біз енді Сириядан келген азаматтармен де біраз жұмыс жасап көрдік. Жалпы оларға да белгілі бір бақылау жасалды. Сонда қарап отырған кезде отбасында толық емес отбасындағы азаматтар бақылау, жаңа ата-ананың бақылауынан тыс қалған азаматтар көбірек түсіп қалатынын біз өзіміз аңғардық. Сондықтан да бірақ енді бұл деген сөз нақты солай деген сөз емес. Төрт құбыласы түгел ата-анасы бар қазақтың отбасында өскен, былайша айтқан кезде тәрбиесін алған азаматтардың ішінен де кетіп қалып жатқан бірен-саран ондай жағдайлар кездеседі. Сондықтан да бұл енді негізгі мәселе сол жаңа рухани тәрбие, рухани құндылық, отбасындағы діни рухани құндылық, салт дәстүр деп жатамыз. Соның барлығы баланың бойына сіңбеген жағдайда бала сол құндылықтарды, құдайлық құндылықтарды, діни құндылықтарды әлеуметтік желіден іздейді. Енді ең үлкен, соның ішіндегі факторлардың ішіндегі ең үлкен бұл әлеуметтік желі. Әлеуметтік желідегі уағыздар және сол жердегі жаңағы мінез құлық, темперамент дейміз ғой. Сол кезде жаңағы агрессивті, мына ұшқары мінез, қызба мінезді азаматтар тезірек түседі. Өйткені ол жерде әлеуметтік желіде де жаңағы жылатып айтатын, столды ұрып айтатын уағыздар көп, эмоцияға беріліп. Ал сол эмоциямен қоғамда наразы болып жүрген топтар қоғамның жаңағы кейбір тірліктеріне, болмаса жаңағы мемлекеттің кейбір іс-әрекеттеріне көңіл толмайтын азаматтар сол уағыздарды тыңдаған кезде жаны жеріне тиеді. Міне нағыз дін, нағыз жаңағы әділеттілік деп солардың сойылын соғып кетіп жатқаны. Сол үшін де батыстағы азаматтарымыздың кейбір жаңағы облыстарда көбірек болу себебі де сол. Яғни темпераменттік ерекшеліктер бар дегім келіп жатыр.